Сәлеметсіз бе, құрметті ата-ана? Бүгін біз сіздермен баланың ұсақ қол моторикасын дамытуға арналған үй жағдайында ойнауға болатын ойынмен танысамыз. Бұл ойын түрі баланың зейінін, ойлау қабілетін және де өз-өзіне қызмет жасау қабілетін арттырады. Бүгінгі біздің ойынымызға ақ қағаз, ыдыс жуушы сұйықтық, дәнді дақылдар және де түрлі түсті қарындаштар қажет болады. Суретті әдемі етіп салуға тырысамыз. Өйткені біз баланың эстетикалық қабілеттерін, яғни әдемілікке қызығушылығын осы сурет арқылы қалыптастырамыз. Әдемі заттарды көрген сайын бала әдемілікке ұмтыла бастайды. Яғни біздің түстеріміз ашық түсте болуы керек, сонда баланың көңіл күйі көтеріледі. Файлымыздың ішіне осылай дәнімізді саламыз. Дәннің қандай болғаны маңызды емес. Үлкендеу маш салсаңыз да, нут салсаңыз да болады. Өздеріңіз үйде не бар, соны пайдаланып сала бересіздер. Файлдың бетін осылай бекітеміз, және де осылай бір орынға дәнімізді жинап алып, скотчтың көмегімен жан-жағын жақсылап мықтаймыз. Яғни жан-жағын бекітіп қоюымыз керек, жылжып кетпеуі үшін. Мінекей, біздің көрнекілігіміз дайын. Ең бірінші балаға өзіңіз көрсетіп, түсіндіріп бересіз. Бұл ойын арқылы баланың зейіні тұрақталып, есте сақтау қабілеті артып, қолының ұсақ моторикасы дамиды. Бала осылайынан қайталап ойнайды. Ойынымыз пайдалы болса, үй жағдайында қайталап жасап көріңіздер.